Сәлем қыздар, біз бүгін стейк сөмге жасаймыз. Ол үшін бізге балық, не замороженный керек. Содан кейін соусын дайындаймыз. Бізге қара бұрыш, тұз және сұйық май. Бұның бәрін жақсылап араластырып, біз балығымызды майлап шығамыз, то есть маринад етеміз. Өте нәзік балық, сол себептен аккуратно істеу керек екен. Енді ол балығымызды қойып аламыз. Бір неге табаққа обязательно күштілеп тұрып майлап, екі шетінен бұрыш-бұрышынан жақсылап майлап алғаннан кейін бұл смеспен, маринадпен 15 минуттай тұру керек. Балық өте нәзік болғандықтан тез маринадты қабыл алады. Ал енді кеттік, оның соусын дайындайық. Бізге ол үшін сливки керек болады. Содан кейін лимон 3 долечка жеткілікті. Одан кейін примерно 50 грамм су керек болады. Содан кейін посолить, поперчить керек болады. И жаңағы сыр, мелкий теркадан өткізіп алу керек обязательно. Бұның бәрін дайындап алғаннан кейін біз балықты жарить етуге дайындаймыз. Оған дейін біз сковородкамыз қыздырып қоямыз. Ал кеттік, сковородкамызға май құямыз. Одан кейін балығымызды екі жағынан қызартып, қатты емес, но қызартып алып қуырып аламыз. Әр балықтың екі жағына примерно 2 минутта кетеді. Ол газымыздың мощныйлығына байланысты. Екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Егер менің каналым сізге ұналса, полезный болса, обязательно подписка жасап, лайк қойып и комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Маған очень будет приятно. Я буду стараться, так что лайктарыңыз бен комментарийларыңызды аямаңыздар. Ал енді балық жөнінде обязательно оны екі жағынан қуырып аламыз, бірақ қатты қуырып жібермеңіздер. Балық өте нәзік, сол себептен өте нежно относитесь. Екі жағынан күштілеп қуырып алғаннан кейін біз оның соусын дайындауға кірісеміз. Оның соусына басқа сковородканы арнаймыз, поглубже, дәурек. Сол кезде балық соусқа батып тұру керек, сол себептен айтып тұрмын. Ал енді кеттік соус жасауға. Май құямыз. Майдың үстіне 2 кусочек сары майды саламыз. Ол не үшін? Балықтың дәмін одан арман күшті қылып келтіреді. Енді лукты біз салып, мелкий, оны біз қуырып аламыз до прозрачности. Қуырып аламыз. Одан кейін біздің жаңағы сливкамызды құямыз. Обязательно лук қатты пережарить етіп жібермеңіздер. Сливканы құямыз да, оны араластырып, күштілеп тұрып араластырып аламыз. Одан кейін қатты асты күйгетпеу керек. Обязательно соны бақылаңыздар. Содан кейін кішкене суды қосып жібереміз. Одан кейін біздің теркадан өткен сырды салып, обязательно жақсылап араластырып тұру керек, сыр еру үшін. Одан кейін посолить, поперчить, специя саламыз да. Жаңағы 3 долька лимонымызды салуымыз керек біз. Ол соустың дәмін одан арман күшті ашады. Одан кейін біз балықтарымызды саламыз. Распределять етіп, аккуратно салып шығамыз. Балықтар соусқа бату керек. Одан кейін оның үстіне қасықпен, батпай қалған жерлерін қасықпен үстіне поливать етіп шығамыз кішкене. Одан кейін крышкасын жауып, примерно 20-25 минутқа тушить етеміз. И вуаля, біздің сочный, мощный, нежный, дәмді және тез жасалатын стейкіміз дайын. Жақындарыңызды қуантуға асығыңыздар.
керемет дәмі. Пробуйте. Шикарный.